Қайырлы күн достар, менің есімім Ақжарқын, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода біз сіздермен осындай әдемі үйге арналған тапочканы тоқитын боламыз. Бұл тапочка өте ерекше, аяқта әдемі көрінеді және тоқылуы да өте оңай. Спицамен тоқылады. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде бұдан кейінгі шығып отырған видеоны ең алғаш болып көріп отыратын боласыздар. Алдымен сіздерге тапочканы тоқымас бұрын қандай заттардың керек екенін сіздерге айтып өтіп кетейін. Мына тапочканы мен ленточный жіптен тоқыған болатынмын. Негізі осы жіптен тоқысам өте әдемі көрінетін еді, бірақ мен өз қаламнан осындай качестводағы жіпті таба алмадым. Маған жіптердің сапасы ұнамады. И мен осындай жіпті сатып алдым. Бұл турецкий жіп, спага ярн макраме деп аталады. И бұның құрамында 85% хлопок, 15% полиэстер бар екен. Және 250 граммда 225 метр. Мен бұл жіппен алдын жұмыс істеген емеспін. Қалай өзім көрсететінін де білмеймін. Сондықтан мен сіздермен бірге тоқып, результатын да бірге көретін боламыз. Алдағы уақытта тоқып бітірген соң сіздерге бөлісетін боламын. Қазіргі таңда осындай жіптермен тапочка және сумка тоқып жатыр екен. Алдағы уақытта бізде көретін боламыз қалай шығатын. Және бізге осындай екі спица қажет. Мен мына тапочканы тура осы спицамен тоқыған болатынмын. Бұл жерде 3,5 мм спица. 3,5 мм спица бұл жерде. Және бізге крючок қажет болады. Бұл крючокты мынау тапочканың шетін тіккенге қолданамыз. Негізі инемен тіксе де болады, бірақ маған крючокпен тіккен ыңғайлы. Өте ыңғайлы. Және бізге қайшы керек. Және маркер қажет болады. Тағы да осындай бізге подошва қажет болады. Енді біз сіздермен тоқымамызды бастайық. Бізде тапочканың беткі қабаты бір ұшынан басталып, екінші ұшына дейін тоқылады. Яғни мына жақтан бастап осылай тоқып, екінші ұшынан аяқтайтын боламыз. Ол үшін алдымен біз спицаға 3 петля теріп алуымыз қажет. 2, 3. Ең алдымен бір қатар оң тоқып шығамыз. Барлық петляларды тек қана оң петлялармен тоқимыз. Енді спицамызды оңға қаратамыз. Енді бірінші петляны біз осылай іліп аламыз. Бұл оң жағы. И басына біз маркер іліп қоямыз. Яғни оң жағынан бір петля қосып отыратын боламыз. Оны қалай жасаймыз, мен сіздерге көрсетейін. Жұмыс жібімізді аламыз. Осылай айқастырып, и жібімізді тартамыз. Спицамызға іліп жібімізді тартамыз. Қалғандарын оң тоқимыз. Енді біз теріс жақ бетіне келдік. Теріс жақ бетінде постоянно жіпті артқа тастап отырып, яғни бұлай іліп алмаймыз. Просто артқа тастап отырып, алғашқы петлямызды оң тоқып отыратын боламыз. Теріс жағында бұл обязательно осылай жасаймыз. Және осы алған петлямызды айқастырып тоқимыз. Өйткені бұлайынан тоқсақ, жібіміз бос болып қалады. Сондықтан алды жағынан алып тоқитын боламыз. Айқастырып тоқимыз. Маркерді ілеміз, соңғы петляны оң тоқимыз. Оң жақ бетінде біз постоянно жібімізді осылай іліп аламыз. Одан кейін маркерді өткіземіз. Содан соң барып бір петля қосамыз. Айқастырып, спицамызға іліп, жұмыс жібімізді осылай тартамыз. Кейін қалған петляларды тек қана оң тоқитын боламыз. Теріс жағына қарай өтеміз. Теріс жағында жібімізді артқа қарай тастаймыз. Бірінші петляны оң тоқимыз. Обязательно. Қалғандарын бәрін оң тоқып шығамыз. Оң жаққа қарай ауыстырамыз. Бірінші петляны іліп аламыз. Маркерімізді өткіземіз. Тағы да жіп бір петля
теріп аламыз. Қалғандарын оң тоқимыз. Теріс жағына өтеміз. Жібімізді артқа қарай лақтырамыз и бірінші петлямызды тоқимыз. Мінекей, біз осылай петляларымызды көбейтіп отырамыз. Біз спицімізде 18 петля болғанша көбейтеміз. Одан кейін сіздерге қосылып, ары қарай қалай тоқитынын көрсететін боламын. Мінекей, мен 18 петля болғанша қосып отырдым. Бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, яғни 18 петля жинадым. Енді біз мынау бұрышын тоқимыз, 3 бұрышын. Осыны тоқитын боламыз. Қазір біз мынау бөлігін тоқыдық, мінекей. Енді біз қазір мынау бөлігін тоқимыз. Мен бұл жерде однотонный бір түсте тоқып жатырмын. Мына жерде онша былай біліне бермейді. Міне көрсетейін. Енді біз мынау бұрышын қызылда онша білінбейді ғой. Мен сіздерге сол үшін басқа түсте қалай тоқығанымды көрсетіп тұрмын. Бірінші қатары, бірінші петлямызды түсіріп аламыз. Маркерімізді іліп, прибавка жасаймыз. Бір петля қосамыз. И қалған петляларды оң тоқып шығамыз. И спицада бізде 3 петля қалу керек. Осы жерден біз кері қарай тоқитын боламыз. Ол үшін біз просто былай кері тоқитын болсақ, мына жерде бізде кейін үлкен бір тесік пайда болады. Бұл жерде біз әдемілеп, әдемі бір келкі шығу үшін жібімізді алға қарай жібереміз де, бір петляны оң спицаға іліп алып, жібімізді қайтадан артқа қарай өткіземіз, және оң жақтағы петлямызды қайтадан сол жаққа қарай өткізетін боламыз. Сонда біз мына бір петляны жіппен орап алғандай боламыз да, келесі бетке өткізіп, жібімізді артқа қарай оң тоқимыз, аяғына дейін. Барлық петляларды оң тоқып шығамыз. Маркерді іліп аламыз, соңғысын оң тоқимыз. Енді оң жақ бетіне өтеміз. Оң жақ бетінде қайтадан келесі бірінші петляны іліп алып, маркерімізді өткіземіз. Тағы да бір петля теріп аламыз да, қалғандарын оң тоқимыз. Яғни біз бастапқыда 3 петля тоқымағанбыз, енді біз 2 петлядан тоқымай отырамыз. Тоқымайтын боламыз. 2 петлядан тоқымайтын боламыз. Яғни біз қазір 3 петляны санамаймыз. Қазір бізге мына 2 петляны тоқудың қажеті жоқ. Сондықтан біз 5 петляны шегеріп, мына жерге дейін тоқитын боламыз. Маркер қойып отырсаңыздар да болады. Мен қазір маркер қояйын. Қазір мына жерде бірінші болғандықтан. Так, маркер қояйын. Мына жерде бірінші маркер. Так, міне, мен 3 петлядан кейін маркер қойдым. Одан кейін мына 2 петляны біз тоқымаймыз. И тағы да жаңағыдай петлямызды бір орап алуымыз қажет. Кейін бізге мына жерде үлкен тесік болмас үшін, сол үшін жіпті алға қарай жіберіп, сол жақтағы петляны оң жаққа қарай өткіземіз да, жіпті қайтадан артқа қарай өткіземіз. И петляны орнына қойып, тоқымамызды теріс қаратамыз. Жібімізді қайтадан артқа тастап, маркер ілуді ұмытпаңыздар. И осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Тоқымамызды оңға қаратамыз. Бірінші петлямызды іліп аламыз. Маркерімізді өткіземіз оң жаққа қарай. И бір петля теріп аламыз. Енді біз қалған петляларды оң тоқуымыз қажет. Ол яғни тағы да маркерге дейінгі 2 петляны тоқымайтын боламыз. Мінекей, 2 петляны тоқымадым. Енді тағы да осылай жасаймын. Жіпті алға қарай өткізіп, мына петляны оң жаққа қарай өткізем. Жіпті артқа қарай қайтарамын да, петляны орнына алып келем. Кейін тоқымамызды
сол теріс жаққа қарай бұрып жібімізді артқа тастаймын және тағы да бір маркер іліп қоямын. Қалған петляларымызды аяғына дейін оң тоқып шығамын. Енді қайтадан оңға қаратамын. Тура осылай тоқып шығамыз, пока бізде мына жерде 9 петля қалмағанша. Яғни бізде қосып та отырамыз және мына жақтан қысқартып тоқымай да отырамыз. Мына жерде бізде 9 петля қалу керек. Общий 26 петля болуы керек. Сіздер өздеріңіз тоқыңыздар, мен өзім тоқып, кейін сіздерге қосыламын. Мінекей, мен бәрін тоқып болдым. Мынау соңғы маркердан солға қарай санағанда менде 9 петля қалды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді біз ортаңғы бөлігін тоқитын боламыз. Мына жаққа қарай. Бұл менде 22 қатар. Мен сіздерге ашық түсінен көрсетейін. Біз мына бөлігін тоқып болдық, қоңыр бөлігін. Енді мынау жасыл бөлігін былай қарай тоқитын боламыз. Енді мен барлық маркерларды алып тастаймын. Алғашқы петляны іліп аламын. Бәрін оң тоқып шығамыз. 2, 3. Бізде общий 26 петля болады. Общий бәрін қосқанда бізде осы жерде 26 петля бар. Енді ары қарай барлығын оң петлялармен тоқып шығамын аяғына дейін. Маркерлар уже керек емес, бәрін алып тастаймыз. Осылай бәрін тоқып шығамыз аяғына дейін. Мінекей, енді ары қарай тек қана оң петлялармен тоқитын боламыз. Енді біз екі бөлігін тоқып болдық. Екі бөлігін тоқығаннан кейін біз енді ортаңғы бөлігін тоқуымыз қажет. Яғни бізге бұл жерде 22 қатар. 22 қатар 11 осындай сызықтан тұрады. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 сызықтан тұрады. Мен сіздерге қазір көрсетейін. Басқасын жаңағы ашық түсінен көрсетейін, сіздерге түсінікті болу үшін. Мінекей бір бөлік, екі бөлік бітті. Енді үшінші бөлігіне өттік. Ол ортаңғы бөлігі. Осылай біз 22 қатар тоқуымыз қажет. Мен сіздерге бір жерін айта кетейін дедім. Бізде мынау аяқ киімнің ұшы және мынау аяғымызды кигізетін жері ғой. Осы край әдемі болып шығу үшін всегда мынау жіпті, осы жақта жіпті артқа қарай тастап, обязательно бірінші петляны оң тоқуымыз қажет. Соны ұмытпаңыздар, постоянно бірдей болсын осылай. Шатасып тағы да тастап кетіп жүрмеңіздер. Қазір бізде осы. Одан кейін біз бұл жерге декоративный шов түсіретін боламыз. Оны сіздерге алдағы уақытта көрсететін боламын. Енді өздеріңізше 22 қатар тоқып шығыңыздар. Мен сіздерге кейін қайта оралатын боламын. Ары қарай тағы да екі бөлігі бар, яғни мына жағы және мына жағын қалай тоқитынын мен сіздерге көрсететін боламын. Қазір менде 20 қатар болып тұр, тағы да екі қатар тоқуым керек. Мен сіздерге осы ара қашықтықты қалай өлшеп тоқығанымды көрсеткім келіп тұр. Мен алдымен осы мынау екі лента басталғанның ортасына қойып өлшеймін. Мысалы, мына жерден тағы кішкене жетпей тұр, яғни екі қатардай жетпей тұр. Тағы екі қатар тоқысам, яғни бізде осы екі ара қашықтық дұрыс есептелді деген сөз. Мысалы, мен дайын тоқыған беткі қабатын алып көрсетейін. Мінекей, мына жерден басталады, мына жерден аяқталады. Яғни бізде ортасы сәйкес келеді деген сөз. Тағы да екі қатар тоқимын. Екі қатар тоқып болған соң мен сіздерге мына бөлігін және мына бөлігін қалай тоқитынымызды көрсететін боламын.
мінекей мен 22 қатар тоқыдым, қайтадан өлшеп аламын. Мына жерден даже мына спица орнында тұр, яғни бізде ортаңғы бөлік дайын. Енді біз келесі бөлігін тоқитын боламыз. Біз қалай аяқтадық, солай бастауымыз керек. Яғни біз 9 петлямен мына жерде аяқтаған болатынбыз. Ең алдымен біз 9 петля тоқып аламыз. Давайте тоқиық. Так. 1, 2, 3. Мен алып тастайын, маған кедергі келтірмесін. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мінекей 9 петля тоқыдым. Енді мен осы жерден кері қайтарылып тоқуым керек. Ол үшін кейін мына жерде бізде үлкен тесік болмас үшін тағы да жібімді алға қарай жіберіп, бір петляны оң спицаға іліп аламын да, жіпті артқа қарай тастаймын және петляны орнына қайтарамын. Сол спицаға тоқымамызды кері бұрып, жіпті артқа қарай, мінекей артқа қарай бұрамыз да 9 петляны қайтадан осылай тоқимыз. Осылай 9 петляны кері тоқимыз, бірақ соңына дейін тоқымаймыз, өйткені бұл жерде біз уже қысқарта бастаймыз. Яғни 3 петляны қалдырамыз сол спицада, ал мына 2 спицаны қысқартуымыз, 2 петляны біз қысқартуымыз қажет. Ол үшін оң спицамызды 2 петляның арт жағынан кіргізіп, жұмыс жібімізді іліп аламыз да, осылай шығарып 2 петляны бірге қосып тоқимыз. Соңғысын оң тоқимыз. Енді қайтадан оңға қаратамыз. Қалған 8 петлямызды тоқимыз. Қазір біз қысқарттық қой. 9-дан 1 қысқарттық. Енді қалған 8-ін тоқимыз. Біріншісін шығарып аламыз. Қалған 3, 4 петляларымыз тоқимыз. 5, 6, 7, 8. Енді біз сразу 2 петлядан алып отыратын боламыз. Яғни 1, 2 қосып аламыз. Әдеттегідей біз бір петляны орап алуымыз қажет. Ол үшін бір петляны оң спицаға өткіземіз, жібімізді ораймыз, орнына қайтарамыз және тоқымамызды кері бұрып, қалған жіпті артқа қойып, петляларымызды оң тоқи бастаймыз. Яғни до конца тоқымаймыз, тағы да бұл жерде қысқартамыз. Үнемі қысқартып отырамыз. Мына 2 петляны қысқартамыз. 3 петля қалды мияқта бізде. Осы 2 петляны бірге қысқартып, соңғы петляны оң тоқимыз. Мінекей. Тағы да келесі тағы бір рет көрсетейін. Бірінші петляны іліп аламыз. Орап алған петляға дейін тоқимыз біз. Постоянно қанша петля тоқитынымды айтпай-ақ қояйын сіздерге. Мінекей, мына біздің орап алған петлямыз. Осыны және келесі петляны тоқимыз. 2 петля тоқуымыз қажет. Енді мынаны қайтадан орап аламыз. Оң спицаға іліп, жібімізді алып артқа тастаймыз. Қайтадан орнына ілеміз. Теріс қаратып, жібімізді артқа қарай тастап, артқа қарай өткізіп, петляларымызды оң петлямен тоқып шығамыз. Яғни до конца тоқымаймыз, 3 петля қалу керек. Бізде сол спицада, сол жақтағы спицада 3 петля қалу керек. Және екеуін бірге қосып тоқимыз. Соңғысын тоқимыз. Мінекей, біз енді осылай қысқартып, бізде осы спицада 13 петля қалғанша өстіп қысқартып, оң жағынан қосып, теріс жағынан қысқартып отыратын боламыз. Қыздар, мен ұмытып кетіппін, 13 петля деппін, 13 емес, 18 петля қалғанша қысқартамыз. Өйткені біз бірінші бөлігін тоқыған кезде 18 петля терген болатынбыз, 18 петляға дейін көбейткен болатынбыз. Сол бастапқы 18 петляға дейін қысқартатын боламыз. Менде қазір спицада 18 петля қалды. Енді біз соңғы бөлігін тоқитын боламыз. Яғни мына бұрышты тоқимыз. Осы соңғысы бұл. Оны біз бұлай тоқимыз.
алдыңғы оң жақтан бірінші іліп алып, петляларымызды до конца тоқып шығамыз. До конца оң тоқып шығамыз. И мына жерде теріс жағында алғашқы петлямызды оң тоқитынымызды ұмытпаймыз. Ол үшін жіпті артқа қарай тастап, оң тоқимыз бірінші петлямызды. Бұл жерде шешіп алмаймыз, тек қана бұл жерде іліп алмаймыз, бірақ оң тоқып шығамыз. Оң тоқимыз. Спицада осы жерде 3 петля қалғанша барлық петляларды оң тоқып шығамыз. Сол жақтағы спицада менде 3 петля қалды. Енді біз осының екеуін бірге қосып тоқимыз, яғни қысқартамыз, и соңғысын оң тоқимыз. И мына бетін келесі бетке аударып, бірінші петляны іліп аламыз, оң жағындағы петляны, и бәрін оң тоқып шығамыз соңына дейін. Осылайша 3 петля қалғанша біз қысқартып отыратын боламыз. Мінекей мен тоқып болдым, яғни менде соңғы 3 петля қалды. Енді біз бұны осылай бір тоқып шығамыз. Тоқып, и мына жағынан уже петляларды жабатын боламыз. Так. Петляларды жабамыз. Мінекей. Бізге енді спицаның қажеті жоқ. Бізде енді мынау дайын болды беті. Енді бізде соңғы штрих қалды. Оны біз осындай косичкамен обработка жасаймыз. Яғни бастапқы бетін жақсы формасын ұстап тұру үшін, және мынандай неровный жерлерді, түзу емес жерлерді бізге әдемелеп ерекшелендіру керек. Ол үшін бізге крючок қажет болады. Менде бұл жерде 4-ші размердегі крючок деп көрсетіліп тұр. Мына жерде жазылып тұр. Көрініп тұрса көрініп тұр деп айтасыздар. Что-то көрмей жатырмын онша. И әдемелеп осылай енді әдемелеп осыны крючокпен тоқып шығамыз. Ол үшін мынау 2 петляны бірге аламыз. Бір петля шығарып, и осы келесі петлядан бұлай шығарып алатын боламыз. Келесі осы мындай 2 сызықшаның үстіне бір және 2 осының ортасына кіргіземіз крючокты. Осы полоска бар ғой, сызық түскен. Соны екеуінің ортасына кіргізіп, осылай декоративный шов жасап шығамыз. Мұқият қараңыздар. Мінекей, осылай шов түсіріп шығамыз соңына дейін. Мінекей, мен тоқып шықтым. Енді жібімізді қаттырақ созып, осындай ұзын қып жібімізді қырқып аламыз. Енді біз тапочкамыздың бетін табанға жапсыратын, тігіп шығатын боламыз. Мен сіздерге алдағы уақытпен бөлісетін боламын.
Вот мен өзімнің тапочкамның бетінгі қабатын тоқып бітірдім. Енді ары қарай біз оны табанымен бірге қосып тігуіміз қажет. Ең алдымен біз табанын алып, где-то көзбен өлшеп 6 бөлікке бөліп аламыз. Мен мына жердегі байқасаңыздар осындай қиғаш жіп бар мына жерде. Осыдан бастап 1, 2, 3, 4, 5 санап, 5-шісіне маркерді іліп қойдым, белгілеп. И мына жақтан да 5-ші мынадан кейінгіден санап, 5-шісіне маркерді, 5-ші петляға маркерді іліп қойдым. Енді бұл жерден ары қарай санап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дейміз да, 8-шісіне маркерді ілеміз. И мына жақта да тоже самое, 8-шісіне маркерді іліп белгілейміз. И одан кейінгі тоже 8-шісіне маркерді ілем. И мына жақтадан санап 8-шісіне маркерді іліп қоямын. Енді біз осылай бөліп болған соң тапочкамыздың бетін оң қаратып, осылай оң жағын осылай қойып өлшеп, бірінші кішкене байқап көреміз. Бізде мен сіздерге айтқам, осы ортаңғы бөлігі тура осы жерге түсу қажет бізге. Сол үшін мына жерге біз бір маркер іліп аламыз. И осы жерден бастап былай қанша петля бар екенін осы жерден санап аламыз. Сөйтіп осы жерден мына жерге дейін қанша петля бар екенін санап аламыз да, осы петляларды осы жерге сыйыстырып қоюымыз қажет. Артық немесе кем болмауы керек. Мысалы, мына жерге дейін маркер ілсек, осы мен санайын қазір: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 петля бар екен. Мына жерде де санайын: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 петля бар екен. Енді осы 23 петляны 17 петляға бөлістіруіміз қажет, яғни теңестіріп тігуіміз қажет. Мысалы, бізде бұл жерде мына жерде 17, мына жерде 23 болса, бізде где-то 6 петля артығымен, сондықтан мына жерде бір үшеуін, где-то осы жерін бір 3 петляны бір неден, 2-2-ден тігіп шығамыз. Мына жерден 2-2-ден тігіп шығамыз, как раз болады екен. И одан кейін мына жерді санаймыз: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бізде мына жерге алдына 6 петля осы жерге берілген екен. Енді біз осы жерден бастап санаймыз мына жерге дейін. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, яғни 11-ді әрқайсына 2-2-ден келістіреміз, 2-2-ден тігіп шығамыз. Яғни арнеге 2-2 петлядан келеді екен бізге алдына. И және осы жағы да 23 болу керек, и астыда 17. Және тура мына жақта қалай тіктік, бұны да осылай тігіп шығамыз. Сонда бізде тапочкамыз өте идеальны болып шығады. Қазір бастайық тігу. Менде ине жоқ, крючокпен тігетін боламын. Крючокпен тіксе де болады. Ең алдымен осы жерде маркерді алып тастаймыз. Және мына 17 петлямызды осы жерде белгілеп алсақ болады. Мысалы, мына жерге осы маркерге дейін тігеміз. Мінекей. Алдымен бірінші петлямызға крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібімізді тартып аламыз. Осы жерге тағы да бір кіргізіп, тағы да бірінші петлямызға кіргізіп, 1-2 рет жақсылап
закрепить етіп алу керек. Окей. Енді келесі петляға кіргіземіз. И үстіндегісіне кіргіземіз, екіншісіне. И жұмыс жібімізді тартып шығарамыз. Тағы да тура сол жерге және тағы да екінші петляға бір рет кіргізіп, жақсылап мықтап тігеміз. Енді жібімізді жақсылап тартыңыздар, осылай мықтылап қаттырақ тарту керек. Енді келесі петляға жібімізді кіргізіп, мынау үшінші петляны үстінен алып тартып, үшінші петляны іліп аламыз да, жұмыс жібімізді іліп тартып аламыз. Енді тура осы үшінші жаңағы астындағы үшінші петлямызға тағы да кіргізіп, келесі жаңадан алған петлямызды тігеміз. Яғни астындағы бір петляға үстіндегі екі петляны бірден тігіп шығамыз. Өйткені бізде үстінде 6 петля артық. Енді келесі петляны аламыз астындағы және үстінен тағы бір петляны аламыз. Келесі петляны алып тігеміз бұл жерге де. Енді келесі петляны алып, одан кейінгі тағы бір жаңа петляны алып тіге бастаймыз. Енді бұл жерге тағы да біреуін тігуіміз керек. Астындағы тағы да тура сол жерге кіргіземіз де, келесі петлямызды алып, осы петляның екеуінен жұмыс жібін тартып шығаратын боламыз. Енді тура осы жерге шығып кетті мейлі. Тура осы жерге келесі петляны тігеміз. Мінекей, бізде осындай аккуратны тігіс пайда болады. Осыны осы маркерға дейін аккуратно осылай тігіп шығамыз. Сіздер өздеріңіз тігіңіздер, мен осы жерге жеткенде сіздерге қайта қосылатын боламын. Мінекей, мен жаңағы маркерға дейін тігіп болдым. Енді біз осы алдын осы жерге тігіп шығуымыз қажет. Одан кейін мына жанына көшетін боламыз. Яғни мен қазір мына жерді маркермен белгілеп қоямын. Так, мынау бізде сызық болса, ол мінекей. Яғни осы маркермен осылай алдын маркерға дейін, осы маркермен мына маркерға дейін алдын осы жерге үйлестіріп тігіп шығуым қажет. Олай болса тігейік. Астына петляға крючогымды кіргіземін и жаңадан бір петляны алып осы жаққа кіргіземін. Кішкене осы жерге сыйыстыруым қажет. Қиындау болады біраз, бірақ жасауға болады деп ойлаймын. Енді тура сол жерге крючокты кіргізіп, және келесі петляға кіргіземін крючогымды и жұмыс жібімді тартатын боламын осы екеуінің арасынан. Енді келесі петляға крючогымды кіргіземін и одан кейінгісіне кіргізетін боламын. Енді келесі петляға
көшеміз. Жіпті қаттырақ тартып тігеміз. Енді тура осы петляға астындағы келесісіне кіргізіп тігеміз. Сәл жинаймыз. Былайша айтқандай, сәл жинап тігетін боламыз. Мінекей мен алдыңғы ұшын үйлестіріп осы жерге тігіп шықтым. Енді менде осы бір жаны қалды. Енді осы жанында тура мына жерде қалай тіктік, тура осылай тігіп шығамыз. Сіздер де өздеріңіз тігіңіздер. Мен тігіп болғаннан кейін сіздерге қайта қосылатын боламын. Мінекей мен толықтай тігіп шықтым. Оң аяқтікі. Енді сол аяқты өзіміз осылайша тігеміз. Тура осылай тігіледі. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді мынау қалған жіптерін жасырып, әдемелеп, уже киюге дайын. Мен енді ең соңында сіздерге айта кетейін. Мына жіппен тоқудың қажеті жоқ. Өте созылмалы болып келеді екен. Формасын онша жақсы ұстамайды. Бірақ мен енді өзім бірінші рет қолданғаннан кейін өзіме ұнап тұрған жоқ. Егер сіздер ұнатып жатсаңыздар, енді өздеріңіз білесіздер. Мінекей, бірақ аккуратно шыққан, тоқылған нелері өте аккуратно шықты. Просто жіптің созылмалы түрі болғандықтан маған онша ұнамады. Ал енді сіздерге видеом ұнаса, комментарий қалдырып, ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.